Сәлем достар, бүгін сіздермен Нео Казакс. Сәлем достар, бүгін біз Монумент Валлиге жол тарттық. Алдын ала осы жерден шамамен 30 минуттық жерде орналасқан Кайенте қаласынан мотель брондап қойғанбыз. Бір түнге шамамен $156 болды. Бағасына таңғы ас кірді. Мотель таза, барлық қажетті заттар бар және бассейнде болды. Бірақ ауа райы салқын болғандықтан бассейнге түспеді. Душ, туалет. Бүгінгі жататын жеріміз осындай. Таңғы ас қосулы. Таңғы ас қосулы. Бағасы такспен, налогымен 156-ға шықты. Міне, Монумент Валли біз ертең көретін. Could you bring me breakfast? Таңғы асқа бара жатырмыз. Көзіміз ісіп кеткен, шаршаңқы. Таңғы ас таңертең 7 мен 11 аралығында берілді. Мына жерде панкейк жасайды. Мына жерде тост жасайды. Бетіміз, қолдарымыз бәрі жарылып. Мұрнымыз кеуіп кетті де шыққан. Асықпай таңғы ас ішіп алып, ауа өте құрғақ болғандықтан SPF жағып, Монумент Валлиге жолға шықтық. Бұл жер Аризона мен Юта штатының шекарасында орналасқан. Жолда Юта штатына кіретін үлкен баннерді де көрдік. Одан кейін біздің барған ең бірінші нүктеміз бұл Forest Gump Point нүктесі деп аталады. Хайуэй ғой мынау. Үлкен жылдамдықпен жүретін жол. Сол жолдың ортасына шығып алып, адамдар Forest Gump болып суретке түсіп жатыр, видеоға түсіп. Солардың біреуі мына кісі. Сіздерге уже знак қойған ар жағында келатқан кезде жаяу жүргіншілерге қараңдар деп скорость азайтып қойған жерде. Негізі мынау хайуэй. Машиналар қатты скоростьпен жүретін. Сәлем достар, бүгін біз Америкадағы ең танымал локациялардың бірі Монумент Валлиге келдік. Бұл жерде вестерн стиліндегі фильмдер және сонымен қатар әлемге танымал Форест Гамп фильмі түсірілген. Я бежал 3 года, 2 месяца, 14 дней и 16 часов. Бұл жерлердің барлығы Навахо халқына тиесілі. Егер Google Maps'тан қарасаңыздар, штрихталған Навахо Reservation деген жерлер бар. Соның барлығы осы Навахо халқына тиесілі. Бұл жерде нүкте-нүкте көріп тұрғандарыңыздар, олар бір-бірден әр жерде салынған үйлер. Сол Native Americanстар тұратын жерлер. Бұл жерден тұратын бір кісі мына жерде тұр. Өздері қолдан жасап құттарын жасайды. Әкесі мен қызы. Жерде тұрғандарына 2 жыл болған. Олардың қожаларының түстері де, түрлері де қазақтарға ұқсас. Бір-бірімен екеуі. Мына жерлерде. Чайран, yeah? Put it on and get a Қолдан picture. жасаған бұйымдары. Say that in your own language. Dantle delicate. How do you say the word mother in your language? Shama. Shamma. And father? Shja. Қайсысы? Осы күнге дейін сияқты. Әдейі видео кетті ғындарға. Мынау Навахо халқының өздерінің тулары. Yat Pene means good morning. Nakona means see you later. Joniat, that means beautiful. Sapin Discray, that means Monument Valley. Ана кісі жаңа Навахо. Дианаға айтады, мынаны таққаннан кейін сен қазір Навахоға ұқсайсың дейді. Сен қалсаң болады, күйеуіңді жібере бер дейді. Жібересің бе? Қалай түсінбедім? Кетсі? Қалай түсінбе сен айтып тұрмшы? Иә. А? Иә. Шешінем. Қалымды. Навахо халқы ақштағы ең үлкен жергілікті халықтардың бірі. Бұл жер олар үшін өте қасиетті әрі тарихи мекен болып саналады. Run, Forest, run! Run, Forest, run! Кейін бұл жерге дронмен видео түсіріп жүрген 2 жігіт келді. Бізде барып ақысын төлесек, бізді де түсіріп бересіздер ме деп сұрадық. Ақша керек емес, жай ғана түсіріп береміз деп келісті. Бірақ осындай әдемі видеоны алғаннан кейін бәрібір қолдарына ақшасын ұстатып жіберді.
Міне біз Монумент Валлейдің өзіне де келіп жеттік. Бұл жер Монумент Валлей Навахо Tribal Park деп аталады. Tribal Park бұл ұлттық саябақ деген сияқты сөз емес, бұл Навахо халқымен басқарылады дегенді білдіреді. Монумент Валлейдегі осындай үлкен тастар бірінші стадиясы меса деп аталады екен. Меса деген испан тіліне аударғанда үстел деген мағынаны білдіреді. Мынау меса. Бұдан кейінгі екінші стадияның бют па оқылуы. Мынау бют. Сосын әрқайсысының аттары бар. Мынау West Mitten, East Mitten. Mitten деген ағылшынша қолғап. Саусақтары қосылған қолғап. Мынадай. Үшіншісі Spire деп аталады. Ешкішке болады. Әбден эрозияға ұшырап құлайын деп тұрған түрі. Бұл жердегі жартастардың биіктігі 300 метрден асады. Миллиондаған жыл бұрын бұл жерде теңіз болған. Кейін жел мен жаңбыр әсерінен осындай ерекше формадағы жартастар пайда болған. Біз мынандай жерге келдік. Бұл Three Sisters деген жер. Мына жерде Навахо халқының такосы тұр. Сосын ал бұл мына менің қолымның көрсетіп тұрған нүкте бұл Джон Форд Пойнт деп аталады. Джон Форд деген ол Голливудтың атақты осындай вестерн стиліндегі киноларды түсірген режиссер. Сол кісінің құрметіне қойылған бұл жер. Жерде жылқымен келіп фотоға түсуге болады. Атқа фотоға түсуге барадық. Навахо. Күшті де? Достар, біздің Монумент Валлейде саяхатымыз әлі жалғасуда. Қазір Монумент Валлей Viewpoint деген жер. Бұл жер Навахо халқының рәсімдер өткізетін үйлер. Көріп тұрған үйшік сияқты аты Хоган. Male, бұл female, яғни еркек, ұрғашы. Бұл тәріздесі еркек, дөңгелек тәріздесі ұрғашы. Male түрі құрастырып бұзуға оңай, яғни бір жерден алып екінші жерге қайтадан тұрғыза беруге болады. Әрі табиғи теледен салынған. Хогандардың Қазақстандағы Самантастан салынған үйлермен ұқсас. Қыста жылуды жақсы сақтайды. Жаздың күні іші қоңыр салқын. Анаусы жабық тұр, иә? Иә. Сегіз бұрышты үйлерінің көп жерде ерекшелігі. Мына от жағатыны жаққан да кәдімгідей. Сөйесінде мынандай жарық. Өшен салық қой. Командар сияқты. Мына осында көбірек адам сияқты дейді сосын. Осыған көбірек адам тұруға. Хоган деген бұл үй. Қалай екен? Көкжиек күйіп өтір. Тамақ бірдеңе сақтайтындар шу. Осындай ешек кішкентай заттарын құртты қара. Бұл жерде барлық туристер келетін негізгі комплекс орналасқан. Ішінде парктағы жалғыз отель, ресторан, гифт-шоп және визитер-центр бар. Гифт-шопта Навахо халқының қолдан жасалған әшекейлері, магниттер, керамика, көрпелер және түрлі сувенирлер сатылады. The View Hotel отелінің басты ерекшелігі әр бөлменің балконынан Монумент Валлей тастары көрініп тұрады. Адамдар бұл жерге күннің атуы мен батуын көруге, сондай-ақ түнде жұлдыздар тамашалауға арнайы келеді. The View Restaurant терезесінен де әйгілі тастар анық көрінеді. Сонымен қатар кішкентай музей экспозиция аймағы бар. Ол жерде Навахо халқының тарихы, тұрмысы және осы жерде түсірілген фильмдер туралы ақпараттар қойылған. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ақш әскері Американың байырғы халқының тілдерін құпия код ретінде пайдаланған. Ең танымал Навахо код сөйлеушілері деп аталған топ. Навахо жігіттері әскери хабарламаларды Навахо тілінде жіберіп отырған. Себебі бұл тіл өте күрделі болған және оны Навахо халқынан басқа адамдар түсінбеген. Сол себепті Жапон әскері
сөздері бұл кодтарды шеше алмаған. Олар танк, ұшақ, бомба секілді әскери сөздерге арнайы кодтық атаулар ойлап тапқан. Радио арқылы хабарламаларды өте тез жеткізіп отырған. Бұрын әскери хабарламаларды кодтап жіберу және оны шешу көп уақыт алатын. Ал Навахо код сөйлеушілері хабарламаларды Навахо тілінде бірден айтып жеткізгендіктен ақпарат бірнеше минут ішінде тез беріліп отырған. Бұл әсіресе Ивадзима шайқасы кезінде өте маңызды болған. Тарихшылар олардың көмегі ақштың соғыста жеңіске жетуіне үлкен әсер еткенін айтады. Ұзақ уақыт бойы бұл бағдарлама құпия сақталған. Кейін олардың еңбегі ресми түрде мойындалып, марапатталар берілді. Осы оқиға туралы желмен сөйлеушілер Wine Talkers деген фильмде түсірілген. Бүгінгі саяхат пен танымдық шығарылымымыз ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Лас-Вегастан Joshua Tree National Parkқа баратқан жолда осындай